Біреуге күлкі, біреуге түрпі. Шерзат Полаттың қазасына қатысты атышулы сот процесінде дарақылықпен күлген қыз елдің сынын ашырады. Тіпті оның бұл қылығына ызаланған көпшілік әлеуметтік желіні шулатты. Барзаққа барғанда бабамның алдында қарабет. Прокурор сотталушы Нұрбол Тоқтаубаевқа сұрақ қою кезінде залда желдеткішпен отырған қыздың күлкісі отырғандардың назарын еріксіз өзіне аудартты. Шыңғырып айғалап жатқан кезде неге тоқтамадыңыз онда? Тоқтадық біз. Кімді тоқтадыңыз? Тоқтадық, бәріміз кетіп қалдық қой. Ол жерде қасқағым сәтте ғана бір 2 минут болар болмас 1,5 минут па сондай ғана болды. Төбелес ол жерде айғайлады, сосын біз кетіп қалдық бәріміз. Прокурор Дана Сәрсенбай сот үстінде әдепсіздік көрсеткендерді залдан шығарып жіберуді талап етті. Кәдімгідей қарқылдап күліп жатыр. Болмаса сот залынан шығарып жіберуіңізді сұраймын ол қызды. Ал ескерту алумен ғана шектелген қыз орнынан тұрып шімірікпестен кінәсіз адамдай жауап қатты. Қарқылдап ешкім күлген жоқ бұл жерде. Енді күліп отырсыз ғой бәрібір. Қалай болса да. Енді күлкілі болғаннан кейін бәрі күлді ғой. Мен ғана күлген жоқ шығар. Жақсы, мен сіздерге ескерту жасайын, тәртіпті сақтауларыңызды сұрайын. Отырыңыздар. Күлкілі болған соң күліп отырмыз деген қыздың сөзі қайғыдан қан жұтқан отбасы мен күллі халықтың засын келтірді. Соттамақ түгіл жанымды жаһаннам қала кет. Сот талқылауы Талдықорғандағы Жетісу облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимаратында өтіп жатыр. Істі судья Ержан Жанзақов қарауда. Сот отырысына күзетпен ұстауда отырған сотталушылар Тоқтаубаев Н, Тоқтаубаев А, Шынасыл Сакиев, Белғожаев, Әскентай Ілиясов Қалиахмет және Ысқақ жеткізілді. Одан бөлек басты сот талқылауына мемлекеттік айыптаушылар, сотталушылардың қорғаушылары, заңды өкілі, айыптау актісінің тізіміне сәйкес жәбірленушілер, олардың өкілдері, куәлер шақыртылды. Ұрпаққа боласың тарихта бәрібір қарабет. Қарабет. Барзаққа барғанда бабамның алдында қарабет. Соттамақ түгіл жанымды жаһаннам қала кет.